Ассалаумағалейкум, құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері. Біз бүгін сіздерге лақтардың күтімі жайлы 7 кеңес айтатын боламыз. Видео басталмай жатып, лайк басып, арнаға тіркелулеріңізді сұраймыз. Себебі бұл видео өте пайдалы болмақ. Яғни, ешкіні лағынан бөліп сауып отырған адамдар үшін әрине. Біз тек өз тәжірибемізбен өз шаруашылығымызды лақтарға қандай күтім жасайтынымызды көрсетеміз. Сіздерге пайдалы болады деп сенеміз. Олай болса, біз бастаймыз. Бірінші кеңес. Лақты уызына тойдыру. Біз лақты уызына тойдырып, енесіне еміземіз. Жаңа туған уызына тойған лақ үлкен іс тындырған адамдай жылы жерде алаңсыз ұйықтайды. Ал егер лақ уызына тоймаса, қатарға қосылуы қиындайды. Мұндай төлді қазақ уызына жарымаған мал дейді. Екінші кеңес. Уызын 1-2 рет тойып емгеннен кейін лақтары енесінен толық бөлу. Ешкі лағын іздемей толық ұмытуы керек. Бұл ешкінің жемге үйуі үшін, мол сүт беруі үшін қажет. Және лақтар өсе келе жайылымға үлкен ешкілермен қатар шығады. Сол кезде өз лағы енесін ем қоймауы үшін қажет болады. Үшінші кеңес. Лақтарды жылу лампаларына өткізу. Мен сіздерге жылу лампасын көрсетпекшімін. Мен лақтарда тұрған жылу лампасын алуды қажет емес деп таптым, өйткені үйде осындай тағы да бір жылу лампасы бар екен. Жылу лампасының орташа бағасы 2,5-3 мың теңге тұрады. Неке көріп отырсыздар, үлкен кәдімгі лампалардан, және бас айырмашылығы жерде мынандай жылуды бағыттайтын қаптаумен қапталған, және осындай болады жылу лампасы. Қарапайым мынандай патрон кигізіледі. Қорамыз қаншалықты жылы болса да, біздің лақтар осы лампаның астына кіріп қыздырынғанды жақсы көреді. Төртінші кеңес. Лақтарға бөтелке дайындау. Яғни лақтар енесінен бөлгеннен кейін бізге бөтелке керек болады. Мынандай біз кішкентай бөтелкені аламыз, және дүкеннен егер де лақтар үйренсе, осындай емізік қолданамыз. Егер де лақтар үйренсе, яғни оңай үйреніп кететін болса, өйткені бұнымен көп лақтар мүмкін еме алмай қалуы да мүмкін. Ал оған біз мынандай емізік қолданамыз. Яғни мынау қарапайым ғана балалардың су ішетін крышкасына, бөтелкенің қақпақшасына осыны кигіземіз. Яғни осындай не болады, емізетін. Ал мынаның артықшылығы, егер де бұнымен ішсе, бұнда ауа өтетін клапан жаңа тесігі бар. Яғни ол көз көріп отырсыздар, не ауа өтетін тесігі бар. Бұдан сүт ақпайды, құйылған сүт. Өйткені мына жерде ішінде шайба орнатылған, көріп отырсыздар. Біз не үшін бутылкамен береміз, не үшін біз сіміртіп ішкізбейміз? Өйткені мал емізген кезде енесінің еміренеді ешкі, ал лақтың мейірі қанады. Емген кезде лақтың мейірі қанып, емеу керек. Ал сіміріп ішетін болса, осы лақтың мейірі қанбай қалатын болады. Неден? Ыдыстан сіміріп ішкізетін болсаңыз егерде, онда лақтың мейірі қанбай қалатын болады. Одан да осындай арзан ғана тұрады. Бұл ары кетсе 150-200 теңгеде тұруы мүмкін. Осындай екі түрлі. Бесінші кеңес. Алғашында лақтарға енесінің сүтін сауып берген дұрыс. Әуелі 150 граммнан басталады. Маңызды жайттарды ескере кетеміз. Сүт сауылған бойда суып кетпей бірден берілгені дұрыс. Себебі салқын сүт лақтардың іш ауыру болуына әкеледі. Және күнделікті сүт мөлшері тым асып асырып жіберуге болмайды. Себебі мейірлене еміп жатқан лақ өзінің тойғанын білмей көп ішіп жіберсе, іші ауырады. Алтыншы кеңес. Біздер лақтарды өсе келе, яғни 1 айға толған кезінде толықтай кармелакқа өткіземіз, ал оған дейін аз-аздан кармелак қосып отырамыз. Кармелак деп біз мұнда мынандай көрсетейін. Құрғақ сүт кармелак деп аталады. Мына жерде біздер біреуін бітіруге жақындап қалдық. Қазір тағы да мына жерде 2 қабын көріп отырмыз.
Бұл кімге арналған? Бұл сүт сататындарға арналған, яғни сүтті ешкі шаруашылығының басты табыс көзі. Бұл қымбат бағада ешкілерді немесе лақтарды сату емес, ет сату емес. Басты табыс көзі мынандай, сіздерге көрсетейін, мынандай сүт сату болуы керек. Бұл жерде бізде сатылымға шығатын сүттер, ал мынау лаққа берілетін кармелак сүті. Кармелак сүті кәдімгі сүтке ұқсамайды, түсі қоңыр түсті болады, яғни витаминдер қосылған ішінде. Біз дәл осы сүт туралы бөлек бір видео әзірлеген болатынбыз. Сол видеоны көріп шықсаңыздар болады. Мен оны кармелак туралы видеоны комментарий бөлімінде қалдыратын боламын. Көріп қарап шығыңыз. Жетінші кеңес: лақтар тез оттығып кетуі үшін бірінші күнтірден ақ алдына шөп, жем яғни кебек тұруы тиіс. Кебек пен шөбі желінбесе ауыстырып тұрған жөн болады. Және тағы бір маңызды жайт: лақтардың асты құрғақ, қалың сабан төселсе дұрыс болады. Осымен біздің лақтарды күтіп баптауға арналған 7 кеңес видеомыз аяғына жетті. Видеомыз сізге ұнаған болса, онда міндетті түрде лайк басып, арнамызға тіркеліп, комментарий бөлімінде өз ойыңызды, пікіріңізді жазып қалдырыңыз. Сіздермен бірге болған Нұрғиса Қыдырбайұлы, ғылым және ауыл арнасы. Аман сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.